Армысыздар, сапалы әңгіме каналының сапалы тұрақты оқырмандары. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз тәрбие басы үлгі. Меркі ауданындағы номер 39 мектепте Еркін есімді дене шынықтыру пәнінің мұғалімі жұмыс істейді. Еркін ағай жасы 39-дан асса да денесі тік, сөзі нақты, жүрегі ширақ, жүзінен иман мен жылулық төгілген адам. Оның сабағына балалар асыға келеді. Неге десеңіз, Еркін ағай тек қимыл қозғалыс қана емес, өмірлік тәрбие де береді. Балалар мықты болу үшін алдымен тәртіп керек, дейді ол әр сабағында. Тәні саудың жаны сау, дейді халық. Бірақ дене саулығы жүрек тазалығымен қатар жүрмесе, ол мықтылық емес, деп ой салатын. Ол әр жаттығуды бастар алдында ұлттық нақыштағы мақал-мәтелдермен мотивация беретін. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деп жігерлендірсе, бақ шабама, бап шабама деп еңбектің қадірін түсіндіретін. Бір күні бір оқушының жаттығу жасамай шетке шығып кеткенін байқап, Еркін ағай оны шақырды. Баланың жүзі көңілсіз еді. Ағайы сабырмен қасына келіп: «Ей, шырағым, не болды? Бірге жаттығайық», деді. Бала үндемей тұрды. Сәлден соң Еркін ағай арқасынан жеңіл қағып: «Ауыр болса айт, бірақ ештеңені ішке сақтама. Адам ішінде мұңмен жүгі ауыр болса, ол жүгіре де алмайды. Жолдас көп, сырлас аз деген сыр бөліссең жеңілдейсің», дейді. Бала ақырындап ішкі сырын айтып, ашылып, сабақ соңына дейін белсенділік танытты. Сол сәттен бастап оқушылар Еркін ағай жай ғана ұстаз емес, сенімді аға, үлгі тұтар азамат ретінде көре бастады. Ол тәртіппен, сабырмен, жүрекпен жұмыс істейтін нағыз педагог еді. Ол әрқашан айтып отыратын: бала тәрбиесі бір күндік емес, өмірлік еңбек. Бесік көрген түп етектен сүрінбейді. Сондықтан балаға бүгін еткен тәрбие ертең мәуелі ағашқа айналады. Сыныптағы бір қыз бала жарыс кезінде сүрініп жылап қалғанда, Еркін ағай оны көтеріп: «Жеңіс сүрінбеуде емес, сүрініп қайта тұра білуде», деп жұбатты. Бұл сөз барлық оқушылардың жүрегіне ой салды. Сол күннен бастап 39 мектептегі дене шынықтыру сабағы жай ғана спорт емес, тәрбие мен рухты нығайтатын өмір мектебіне айналды. Бұл әңгімеден түйін: Еркін ағай секілді ұстаздар ел болашағының іргетасын қалап жүрген тұлғалар. Олар баланың тек тәнін емес, жанын тәрбиелейді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейтін халқымыз. Осындай мұғалімдер көп болсын. Достар, әңгімеміз ұнаса, каналымызға жазылып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Аман болыңыздар.